Біз дәл қазір аудан әкімімен кездесіп, құттықтауын тыңдап, жасап-жасынап отырған ардагерлердің біріміз. Бүгінгі күн аудан ардагерлері үшін, оның ішінде мұғалімдер үшін, мұғалімдердің арасындағы батыр аналар үшін өте керемет кездесу болды. Біз өзімізді бір керемет құрметті, сыйлы, абыройлы адам ретінде сезініп, үлкен қуанышқа бөлендік. Әкіміміздің айтқан әрбір әңгімесі елге тәрбие беретіндей, елді қуантатындай деңгейде болды. Ұстаздың орны төрде дегендей, бүгінгі күні шында да ұстаз төрде отырып, керемет жағдайда осындай бас қосуға куә болдық. Мен бүгінгі күні барлық аналарды, барлық ұстаздарды, барлық қыз-келіншектерді, әжелерімізді бүгінгі керемет көктемнің мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Біздер сияқты сіздер де үнемі төрде отырыңыздар. Төрлеріңіз ешқашан төмендемесін. Сіздер шынында да әдемісіздер. Бүгінгі тақырыпты да байқаған шығарсыздар, өте керемет тақырып қойылған. Шынында да осы жерде отырған әрбір жан өзімен әлемді әдемі ететін жанмын, әлемді көркем ететін жанмын деп, үйімді көркем ететін жанмын деп отырғанына мен ешқандай күмәнім жоқ. Әрбір күніміз керемет болсын, жақсылыққа толы болсын, несібеміз мол болсын, еліміз тыныш болсын, еліміз әлемдегі ең керемет елге айналсын. Ол әрине аналардың арқасында, ол әрине қыз-келіншектердің арқасында, өйткені олар отбасының ең керемет ұйытқысы. Біздің отбасының ұйытқысы болған әрбір әйел заты аман болсын, бақытты болсын, ешқашан жыламасын, жүздерінен күлкі үйіріліп жүрсін, қуанып жүрсін, қуаныштарың көп болсын, мерекелеріңіз үнемі осындай жоғары деңгейде өтсін. Мереке тағы да құтты болсын.